Сайран біздің классқа 7 класста ауысып келді. Содан біз бірден жақын дос болып кеттік. Ардақ бар, үшеуміз бірге жүретінбіз. Үйіміз бір жақ бетте болды. Мысалы мектепке бірге келеміз, бірге қайтамыз. Мектептен кейін де бір-біріміздің үйімізге барамыз. Сөйтіп жақсы араласып, жақын дос болдық. Сайран өзі ақ көңіл, мінез ашық, ақжарқын, сондай қыз еді. Сабақты жақсы оқыды, олимпиадаларға қатысып жүрді, волейболды жақсы ойнады, қаншама жарыстарға қатысты. Сайранның бір қасиеті ол адам алаламайтын. Адам менсінбеу деген болған жоқ онда. Ол барлық адаммен дос болғысы келіп тұратын, көмектескісі келіп тұратын. Және бір есімде қалғаны, Сайран еш жерге кешікпейтін. Уақытында келуші еді. Өзі бір сондай өжет қыз болды. Ойындағысын тіке айтатын, сондай батыл қыз еді. Соңғы кезде арамыз үзіліп кетті. Бір-бірімізді көп көрмедік. Мен Ақтөбеде тұрдым, ол Ырғызда тұрды. Екі ортада дұрыс жол болған жоқ. Содан артынан барам, балалар өскесін барам деп жүргенде бір күні Сайранның қайтқанын естідім. Сол маған ауыр соққы болып тиді. Мен сол кезде түсіндім. Біз мәңгілік емеспіз, достарың да мәңгілік емес. Уақытында жасау керек екен ойыңдағы нәрсені. Уақытында араласу керек екен, уақытында барып, қал жағдайын сұрау керек екен. Енді артынан өкініп қалғаннан не пайда. Мен сол Сайран кеткеннен кейін уже класстастарымды іздей бастадым. Телефонмен звондап, арасында кездесіп, қол үзбеуге тырысам осы уақытқа дейін. Сайранды мен ешқашан ұмытқан емеспін, ұмытпаймын да. Ол менің ойымның бір бұрышында жатады. Өзі балалық кездегі дос, ол ыстық болады. Ондай достар ол ешқашан ұмытылмайды.